Ассаламу алейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Мына бір превияны өткенде бастаған болатынбыз. Карантинге байланысты фарасы, мына есіктері таба алмай кішкене тоқтап қалды. Қазір енді жұмыс жүріп жатыр. Жалпы көрінісі міне осындай болып шығып тұр. Мынау Эстиманың есігін алып келген. Фарасы, мына фарасы да келіп тұр. Формасы енді шпаклевка жағуға дайын почти. Кішкене мына жерлерін шығару керек. Сосын барып жақса болады шпаклевканы. Шофтары келіп тұр бәрі. Есік ашылып жауып тұр. Ішкі жағы мынандай жағдайда тұр. Мына жерлерімен мынандай жағдайда бәрі бөлініп алып қайта құрастырылды. Енді кезекте шіріктер жамалып жатыр. Мына жақтан көрініп тұрғандай. Мына жақта шіріктер кесілді. Мына жерде порогты былай кестік. Мына жерге дейін шпаклевка екен, шіріп кеткен, ештеңесі жоқ. Осы жерге дейін келді. Ар жағын кішкене нормальный. Мына жерде порогтың жағдайы андай көрінеді. Арт жағы да жоқ болып кеткен, шіріп. Мына жағын енді кесіп алдық. Мына жағы более-менее жақсылайды. Ана жағы, о жағында жаңағы строительный профиль қойып қойған екен. Бетіне шпаклевка жағып. Енді мына жерге мынандай нәрсе істеліп жатыр. Ішінен ортасынан бүйтіп мындай темір, қалың темір қойылды. Бұл енді осы жерге домкрат тұратын нәрсе болады. Өзі негізгі бұл порогтың селінуі сәл ол бастан дұрыс болмаған. Неге? Өйткені жерде қазір көрініп тұр ма? Порог негізі ортадан бір стойка шығу керек, сосын сырттан келеді. Іштен біреу шығады, сырттан біреу шығып, үш темір бір жерге келіп жабысады негізінен. Ал мына машинада негізінен ондай емес екен. Сыртынан ішінен біреу келеді, сыртынан біреу келеді, екі қаңылтыр келіп бүйтіп жабыса салады екен. Ол әлсіз болғасын езіліп жоқ болып кетеді екен. Біз қазір ортасынан мына жерге, осы жерге ғана бүйтіп қойылды. Бұнда енді ұстайтын жер ондай қатты мықты емес. Мына жақтары міне жоқ болып кеткен. Қазір үсті көріп жатырмыз қарсы. Енді сыртын бір формасын шығарып болғасын домкрат тіреп көреміз, қаншалықты көтеретінін. Мына жағынан шірігі мынандай болып тұр. Мына жақтан тесіктен күн түсіп тұр. Мына жағы бүйтіп шіріп кеткен. Ештеңесі қалмай. Мына жақтар вообще ештеңе қалмаған. Мына жерде тек подпердник жауып тұрған. Мына жерде жаңағы бензиннің горловинасы тұрады. Қазір горловинаны көрсетем. Горловинаның жағдайы мынандай. Енді мынаны білмеймін, енді бірдеңе деп айта алмаймын. Кәдімгі отоплениенің трубасын қойып жіберген. Мына жағы вообще бензин өтпейді. Бензин құйып атқан кезде сыртқа шашырайды дейді. Енді мынадан сыртқа шашырамай қайда шашырайды, өте алмайды. Мына жер кішкентай ғана. Іші мынандай мына. Мына жақтары жамалып сұйық өтіп бір қатар серый гравитек шашып қойдық. Өзінің цветіне ұқсап тұр. Мына жағы өзінің цветі міне. Мына жағы гравитек сұйықтау. Егер керек болып жатса тағы да бір слой шашамыз. Сұйық өтіп шашылды кәдімгі пистолетпен. Мына жақтар жоқ еді, міне вообще. Мына жағы да жоқ болатын. Мына жақтарда полный жамалды. Бір қатар болғанда гравитек шашты. Қазір кеуіп жатса, керек болып жатса екінші слой шашамыз. Ана түбіне дейін жамалды, мына жерлерге дейін. Қазір көрінбей тұр ғой, мына жер онша. Мына жақтар ешқандай шірік қалмады, мына жерде бұйырса. Мынаның ішіне дейін жамалды. Порогның сыртқы жағдайы мынандай болды, міне. Бұл жаққа әлі ештеңе шашылған жоқ, ештеңе жағылмады. Жалпы порог бүйтіп алыстан қараған кезде, мыналардың порогы түзу тұрмайды екен, сәл былай тұрады екен, бүйтіп қараған кезде көрініп тұр міне. Екі жағы төмен болады, ортасы бүйтіп көтеріліп тұрады екен. Мына жер сөйтіп қосылды. Артқы жағдай мынандай болып тұр, міне. Бір қатар гравитек шашылды болғанда. Мына жерде в общем шірік жердің бәрі кесіліп алынып тастап жамалды. В общем, осы порог полный біткен. Мына арканың асты, горловинаның аст жақтары бұйырса бітті. Ар жағы әлі тиіскен жоқпыз. Осымен бүгінге аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.